Күйеуім өте балажан кісі. Балаларымды еш алаңсыз сол кісінің қарауына қалдырып кете беруші едім. Менің 5 бала тапты деген атым болмаса, тек қана емізіп бергенім болмаса, қалған уақыттың барлығында күйеуім қарайтын. Күйеуім жетім өскен. 7 жасында 4 жасар қарындасы екеу ғана қалады. Ата-анасы жол апатынан қайтыс болған екен. Жетім қалған 2 баланы әкесінің туыстары асырап алады. Бірақ қарындасы ата-анасын қатты сағынғаннан ішқұса болған ба екен, әлде шынымен де белгісіз ауру келді ме, бірден арықтап тамаққа тәбеті болмай, содан аурухананың жансақтау бөліміне түсіп, сол жерде шетінеп кетіпті. Енді жалғыз қалған жолдасым бала күнінен әр есікте бір телміреп, әркімнің жұмысын істеп ержеткен екен. Қазір де ағайындарына далаға тастамай аш қалдырмағандары үшін рахмет айтып отырады. Бірақ мұның да өтеуі болғанын ол жасырмайды. Кімге қара жұмысшы керек болса, сол алып кетіп, жұмыстың барлығын істетіп, сол үшін жатар орын мен тамақ беріп, былайша айтқанда тірі қалудың бұдан басқа амалы болмаған ғой. Жолдасымның ауыр тағдырын естігенімде менің оған қатты жаным ашыды. Онымен танысқан кезде махаббат болған жоқ, бірақ адам ретінде, азамат ретінде сөйлесіп, сырласып, жақсы сұхбаттас адам болған едік. Кейін бір-бірімізді іздеп тұратын болдық. Менің де тағдырым дәл осындай болмаса да кейбір тұстары ұқсайды. Әкем бізді тастап, басқа әйелге үйленіп кеткен кезінде анам шиеттей бала-шағамен қайда барарын білмей қаншама қиындық көрді. Тентіреп баспана таба алмай жүргенде далада көк шөптің үстінде қонғанымыз есіме түседі. Сол кезде ойласам, анамды аяп кетемін. Аллаға шүкір, қазір барлығы реттелді. Балалары өсіп, баспаналы да болды. Енді түк көрмегендей болып, мен жетім жігітке тұрмысқа шыға алмаймын дей алмадым. Анам да қарсылық білдірмеді. Керісінше өзінің ұлындай көріп, күйеу баласын жақсы қабылдады. Біз үйлендік. Ағайындары сырға да салмады, құдалықтың ырымын да жасамады. Тек қана күйеуім өзінің тапқан табысы мен қалың малымды беріп, кішігірім беташар жасады. Солай ары қарай бақытты өмір сүреміз деп ойлаған едім. Бірақ біздің тыныштығымызды алатын адамдардың кесірінен толықтай бақытты сезіне алмайтынмын. Біз тыныш өмір сүре алмадық. Күйеуімнің ағайындары, яғни марқұм ата-енемнің туыстары біздің өмірімізге араласып, тыныштық бермеді. Күйеуім мені жақсы көргендіктен оларға аса мән бермеді. Берілмеуге тырыстық. Біздің махаббатымыз барлығын жеңеді деп сендік. Алайда күйеуім жалаға сеніп қалды. Олардың арандатуларына беріліп қойды. Мүмкін шаршаған да шығар мұндай өмірден. Өйткені әр күн сайын ағайындары келіп, тыныштық бермесе солай болады ғой. Күйеуім істеп жүрген жұмысынан да шығып қалды. Ағайындардың күйеуіме жасаған қысымдары жұмыс істеуге деген құлшынысты жоятындай әрекеттер болды. Күйеуім күйзелісте болды. Ештеңеге зауқы да соқпады. Жолдасымның басында ата-анасынан қалған баспанасы болғанымен оны емдене алмады. Бұл кішкентай кезінде мүлдем хабары болмаған. Сөйтіп біз үйленген соң ата-енемнің тұрған шаңырағында тұрдық. Ол әрине ескі үй. Ал үйді өз атына аударып алған қайнағамыз есіктің алдынан үлкен етіп жаңа үй соққан. Қазір сол жерде бала-шағасымен тұрып жатыр. Ал біз пәтерші есебінде тұрып жатқандаймыз. Бір ауланың ішінде, бірақ қазанымыз бөлек, үйіміз бөлек болса да, абысыным күн бермей түртпектей берді. Сосын анама бардым. Біздің арамызға от салып, абысыным күн көрсетпей жатыр деп. Анам ақылын айтайын деп келген еді. Оны тыңдайтын адам бар ма? Шаптығып, анамды сөйлетпеді. Содан тыныштық өмір қымбат деп анам бізді өзімен бірге алып кетті. Төркініме жетіскеннен емес, амалдың жоқтығынан бардым.
Жолдасым екеуміз бастан құлақ садаға деп аман болсақ, өз күшімізбен үй салып алармыз, тек ұрыс керістен шаршаған едік. Міне, кейбір күйеу бала қайын жұртын паналап жүрсе, осындай мәселелер себеп болуы мүмкін. Сондықтан оларды күшік күйеу деп сөгудің қажеті жоқ.